Исламге қолбасшыға сене алмаймын. Соғысты өзім тоқтатам. Өтінем, бұған көз жұма салмашы. Әке, менің достарыма неге көмектеспедіңіз? Неге? Сонда не істемек ойың бар? Шіріген Корея мемлекетінің көзін құртам. Бұл қолымнан келмейді. Бұлай жалғаса берсе бәрібір мен мемлекетті еліміздің түбіне жетеді. Мен баруым керек. Тек мен кедергі бола алам. Ингем мен оның бас кесерлерінің көзін құртам. Маған сөз бере аласыз ба? Сөз берем. Чемпион қақпасында елдің есінде қалардай оқиға болады. Үшінші бөлім. Кетейік. Мына өлең. Қылыш пен найза. Қылыш пен найза. Мырзаның өлеңі. Бұл апамыздың айтатын өлеңі ғой. Саясат деген өмір мен өлім. Нағыз батыр деп. Осы кісін айт. Бұның бәрін жалғыз өзің істемеген шығарсың. Әрине. Сенің артыңда кім тұр? Тек мені халық қолдайды. Мен халықтың қызметшісімін деп айтпай-ақ қой. Бірақ та ғалым болған соң айтар сөзің сол ғана ғой. Жарайды. Сенің намысыңды сақтап қалайын. Жоқ, бұның не? Керек емес. Бұл Чуе қолбасшының қолданатын ескі әдіс емес пе? Міне осы. Ылғал қағазбен қылқындыру. Қалай екен? Қандай әсер алдың? Білгін келіп жүрген еді. Неге айтпайсың? Сен неге үндемейсің? Қайтадан ұстаңдар. Естідің бе? Дәл сол өлең болды. Я, сол өлең. Осында кіріп кетті. Қашан шығар екен? Хамжуға қайтпайым дейсің бе? Бұның Я, мен Хамжуға қайтпайым. Не болды? Менімен бірге осында қалғың келе ме? Сіз Жо мырзаның шәкіртісіз бе? Мен де сіз сияқты Жо мырзаның шәкірті болғым келеді. Ол үшін не істеуім керек? Сол үшін Сон Гюнгуан мектебіне бар. Мен де Сон Гюнгуан мектебіне барам. Хоң мырза! Хоң мырза! Не болды? Юан елінің елшісі қайда? Юан елінің елшісі кігемнен шығып өз еліне қайтыпты. Сонда Жо мырзаның
Болжамының бәрі дұрыс болғаны ғой. Қазір жоң мырзаны қамауда қинап жатыр деп естідім. Бұл рас па? Иә. Ашымызды біріктіретін сәт келді. Осының бәрі жоң мырзаның бастауымен сәтті аяқталды. Өз өмірін тәуекел етіп, бәріне дайын екенін жоң мырза дәлелдеп көрсетті. Нағыз үлгі тұтарлық азамат. Иә. Ал енді бәріміз жұмылуымыз керек. Әрине. Жоң мырза! Жоң мырза, не болды? Мынаны қараңыз. Мынаны қараңыз. И қолбасшы хан иемізге жалған құжат берген екен. Дәл қазір жоң тожоңның көзін құрту керек. Юан елшісінің қайтып кеткенін пайдаланып, жоң тожоң хан иемізге хабарлама жіберіп үлгеріпті. Бар шындықты жайып тастапты. Жоң тожоң сен ме? Егер біздің істеген былықтарымыздың беті ашылса, барлығы жоң мырзаның жақтасы болып кетуі мүмкін. Дәл сол кезде басымызды ешбір жерге алып қаша алмайтын боламыз. Мырза. Не болды? Жоң мырза хан иемізге хабарлама жібермек болған кезде жолын кесіп өттім. Не деп тұр екен? Дәл қазір не жазылғаны маңызды емес. Әлгі ғалымсымақтар шектен шығып бара жатыр. Бәрін әшкерелеп, сізге кінә тағып отырғанын қарамайсыз ба? Көзін құрту керек. Жоң тожоңды айдауға жіберіп, қалғандарын қырып жою керек. Дәл солай істеу керек. Ал Чуэйонды не істейміз? Мырза, Чуэйон қолбасшы келіп тұр. Жоң мырза. Сіз бе? Юан елшісі кетіп қалды. Алса деп ойыма, сенің айтқаныңдай, иін генің үстінен арыз жазып ханға жіберді. Менің кесірім. Бәріне тиіп кетуі мүмкін. Абай болу керек. Садебу ұйымының басына үлкен сынақ келіп тұр. Бұл араздасу кімнің кім екенін талғамай, бәрін сынақ қалары сөзсіз. Солай ойлайсың ба? Бірақ енді кері шегіну мүмкін емес. Бұл арыз болды. Аяғына дейін баруымыз керек. Енді бәрі Чуэйон қолбасшының қолында. Биліктегі тұрақтылық тек сол кісіге байланысты. Мына елге не боп барады? Коңмин хан иемізден кейін билік тізгінін саған тек бір ғана себеппен бердік. Сыртқы жаудан, яғни Мин елінен, Юан елінен жерімізді аман алып қалсын дедік. Көрө елінің соңына дейін қорқап қалуын керек дегенің қайда? Ал енді қайдағы бір алаяқ немеге бола не болды? Бір адамды қолға түсіре алмағандарың қалай? Бұл не деген сұмдық? Айтыңдаршы, бұл не сұмдық? Кешіріңіз, қолбасшы. Сіздің айтар ұсынысыңыз қандай? Ең алдымен елді бір қалыпқа келтір. Сенің ең басты мақсатың осы. Сонда әлгі Садебу ұйымын қамауға алыңдар. Түсінікті. Жоң тожоңды жасырын түрде жер аударып жіберіңдер. Алар жазған уәзір мен ғалымдардың бәрін қамауға алыңдар. Ұстаңдар! Қамауға алыңдар!
Тұтқындаңдар. Мырза, мына киімді киген соң, Кегеон қаласында туып өскендей болып қалдыңыз. Рас па? Кегеондықтан айнымай қалдың ба? Иә, дәл солай. Басқа біреу көрсе танымайтын шығар. Ha, солай ма? Ал мен кірейін. Иә, кіріңіз. Қане, Мыналар кімдер? Не болып жатыр өзі? бәрін қамауға алыңдар. Біреуін де жіберіп алмаңдар. Ұстаз! 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 Ұлы Конфуций, адамгершілік туралы не айтып еді? Адамгершілік тұқым салған өрік ағашымен бірдей деп айтқан еді. Тұқымы терең тамыр жайып, жайқалған ағаш болады деген. Дұрыс айтасыңдар. Өмірдің жалғасы сол тұқымда деген болатын. Тұқым қалса, өмірде жалғасын табады. Тамыры тереңге жайылып, өмір сүре береді. Ағаш бұтақтары тіпті қалың қабырғаны тесіп, өсе береді. Осындай өсиетті таратып, өмір сүруді әрі қарай жалғастырыңдар. Ешқашанда алған беттеріңнен қайтпаңдар. Түсіндіңдер ме? Иә! Ұстаз! 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 그래, 여기 있네. Не істейміз? Тоқтай тұр. Тоқтады. Тоқтады. Қане, біраз тынығып алайық. Далаға шығып алыңдар. Ойбо, аяғым ауырып кетті ғой. Құдайым-ай. Ағатай, мына адам біздің әкеміз еді. Алысқа кетіп бара жатыр ғой. Тым болмаса, қоштасып қалайық деп едік. Рұқсат етші. Өтінем. Болмайды. Бұл қылмыскер. Сондықтан болмайды. Ай, сен! Неткен қаты кезедің? Әкелерін енді қайтып көрмеуі де мүмкін. Қоштасып қалсын. Қане. Бара ғой, бар. Рұқсат бердім. Рахмет. Рахмет. Мырза, Чаңпен қақпасында айтқан өлеңді қайдан білесіз? Дәл сол өлеңді біздің апамыз айтқан. Қазір сол апамыз жоғалып кетті. Марқұм хан иеміздің өлеңі еді. Бұл өлеңді хан иеміз Ноғұл ханшайым және солардың қызметшілері ғана біледі. Ол өлеңді апаларыңның білуі мүмкін емес. Әкетай! Апаларың сарайда қызмет етті ме? Білмеймін. Апамыздың аты Каннан. 덕진마을 간난이. Тоқжен ауылының тумасы болады. Корё елінде әрбір екінші елдің аты Каннан шығар. Ал Янкяң деген адамды білесіз бе? Янкяң дейсің бе? Ноғұл ханшайымның қызметшісі болған Янкяңды айтып тұрсың ба? Апамды білесіз бе? Біздің апамызды білесіз бе? Әрине білемін. Апамыз қайда? Янкяң қайтыс болды. Осыдан 18 жыл бұрын. Жоқ, Янкяңның балалары болуы мүмкін емес.
Яңшан 18 жыл бұрын қайтыс болды емес пе? Бірақ мына қыздың көздері. Яңшанға қатты ұқсайды екен. Мүмкін емес. Аға, біздің апамыз туралы айтпаған шығар. Әлгі бейтаныс адамның апама Еңхяң дегенін естідім. 나가 똑똑히 들었구만. Иә, сенің сөзіңе сенемін, аға. Еңхяң деген есімді естігенің раста шығар. Мына мырза, Еңхяң бұл өлеңді білет деді. 없니? Апамыз да осы өлеңді айтқан. Жүр, үйге қайтайық. Жоқ, мен бұлай қайта алмайым. Енді не істейсің? Апамның кім болғанын, 언니가 оны кім ұстап алып кеткенін қалайда білуім керек. Мен де білгім келеді. Бірақ басқа жол жоқ қой. Апамды танитын адамды тауып едің. 18 жыл бұрын өлді дегенін өзіңде естідің ғой. Егер ол 18 жыл бұрын өлсе, біз қалайша дүниеге келдік? Аға, мені тыңдашы. Біз жоқта апам үйге келіп қойған шығар. Бәлкім қазір бізді күтіп отырған шығар. Иә, солай да болуы мүмкін. Сондықтан үйге қайтайықшы. Сен үйге қайтып, мені күт. 집에 가서 기다려. Ал мен тағы да іздеп көрейін. 갈 테니까. Егер үйде жалғыз қалғың келмесе, Яңхидың үйіне бар. Келістік пе? Үнемі өз дегенің мен істейсің. Мені ешқашан тыңдамайсың. Ешқашан. Расменде Сонгюн Гуан мектебінің оқушысы болдың ба? Дәл солай. Мен енді осы қалада тұрам. Үнемі сендерге көмектесуге дайынмын. Жақсы ма? Иә. Әлгі екеуі қайда? Араларыңда жоқ қой. 어디 갔니? Көрінбейді. Қайда? Олар кетіп қалған. Қалайша? Қайда кетті? Қашан кетті? 1 сағаттай болып қалды. Бұл қалада сенен басқа кімге сенеміз? Апамнан айырылдым. Енді ағамнан айырылсам не болады? Әкемнің бәріне күші келеді дегенің қайда? Кетіп қалғандары қалай? Енді маған сенсеңдер болады деп айтуға келген едім. Ол қызға сол күні Иінгем атты ағашты бірге отырғызайық деп айтпақшы болған едім. Кейін еліміздің азаматы болған сәтте Иінгемнің көзін құртқан соң 꺾어버리자. сол ағашты да тамырымен жұлып аламыз демекші едім. Иінгем, сәл күтте тұр. Ендігі ісім сенімен болмақ. Не себепті хан тек пайда туралы айтады? Ең маңызды бұл адамгершілік пен әділет емес пе? Сол сәтте хан халық үшін қандай пайда әкеле алам деп ойласа, халық та
дәл солай ойлайтынын естен шығармаған жөн. Егерде әр адам тек өз қара басының қамын ойлап, пайда табуды ғана ойласа, ел ішінде береке қайдан болмақ? Дәл осы кезде елге қауіп төнеді ғой. Жарайсың. Шырменде таңғаларлық жағдай. Ауылдан келіп, кеген тілін жаттап алғаныңа сен алар емеспін. Менің бір сұрағым бар, ұстаз. Ханға қалайша елдің пайдасын ойлама деп айтады. Халықтың пайдасын хан ойламаса, онда кім ойлайды? Елді басқару саясатының әр қадамына мұқият болу керек. Егер ханнан бастап қарапайым шаруаға дейін пайданы ғана ойлап кетсе, елден тыныштық кетеді. Егінші тек жерін кеңейтуді ойласа, ғалымдар тек ақсүйектерге жағынуды ойлайды. Тіпті тамақ үшін өз баласын құлдыққа сататындар да болады. Пайданы ғана ойласа, бәрі келте мирзадай болады дейсің ғой. Елдің батыры атанған адам егіншілердерін тартып алып отыр. Үстінен шағым айтып келетін шаруалар аз емес. Тез арада алып кеттін оларыңда. Ол қарапайым шаруалардың жері. Бұны қалайша тартып алмақшысың? Мырза, бірақ Тағы да келетін болсаң, үстіңнен шағым жазам. Солай айтып бар. Қап, мынаны ма? Бұны тіпті өлтіре алмайым. Мұнда біреу болды ма? не дейсіз? Неткен дәмдет. Иә, дәмді екен. Иә, дәмді екен. Бәрін білдім. Ол ең ғибадатханасында жиналып отыр екен. Сонг Юнгуанның шәкірттері тыйым салынған жерде жасырын жиын өткізіп отыр дейсің бе? Рас па? Не болды? Каңчаң Сон мектептен шығып кетіпті. Не себепті? Ештеңе айтқан емес. Өткен айда өз еркімен мектептен 5 оқушы кетіп қалды. Сонда бұл қалай болғаны? Бұның артында біреу тұрған анық. Бәлкім Кирюдің істеп отырған шығар. Ұстаздарымыздан айырылып, мектепте меңша оқуларына тыйым салынғандықтан шығар. Мен елім меңша оқуына өзі тыйым салып отыр. Дәл осылай, сады бұл ұйымын басып тастамақ екен анық. Қалай болғанда да, ұстаздар келгенше шыдауымыз керек. Меңша оқулары бойынша жиынды тоқтатуға әсте болмайды. Иә. Сонда әділет басқармасының ұлы ма? Яке, меңша оқуларының ұйымын сол басқарып отыр. Ұлы да, әкесі де бірдей екен. Әкесі де менің айтқанымды орындамай басымды ауыртып жүрген еді. Осының бәрін саған сеніп тапсырдым. Сонг Юнгуан мектебінен кетуге көп оқушыларда көндіріп жатырмын. Әке, бұл ойың маған ұнап отыр. Жарайсың. Жарайсың, ұлым. Жарайсың. Келесі кездесу уақытын алдын ала айтамын. Кітапты қайтып бара жатқан жолда жасырып кетем. Әрбір қадамға абай болу керектігін естеріңнен шығармаңдар. Жарай ма? Қалай? Бұларың не? Қане доғарыңдар. Жеңілдеп қалдың ба? Бұларың не деймін? Мынаны қара. Бұл кітапты оқуға тыйым салынғанын білмейсің бе? Өрте.
Өрте дегенің қалай? 아니 국보 Тыйым салынған кітапты өртеп жібер деп тұрмын. Өрте. Өрте! Өрте деймін. Өртемей не істеп отырсың? Бұлай істей алмаймын. Мен конфуцийшілдіктің жолындағы адаммын. Мен жа кітабын қалайша өртеймін? Қане, ұстаңдар. Бұларың не? Не істемек ойларың бар? Маңдайыңа таңба қойып берейін. Таңба дейсің бе? Бұлай етуге қалайша тәтің барады? Қане, Жоқ, олай істеме. Керек емес. Өтінем, керек емес. қозғалмай тыныш отыр. Әйтпесе, қисық жазып қоямын. Қане, осылай дұрыс. Қозғалма. Жоқ, бұлай істе. Керек емес. Жоқ, болмайды. Болмайды. Керек емес. Керек емес. Өтінем. Жоқ. Тыныш. Көзіңді аш. Көзіңді аш деймін. Доңсу. Доңсу, көзіңді аш. Доңсу. Маған бер. Тоқта. Бұны мектеп басшысы бірінші болып көру керек. Бірінші болып көретін сен кімсің? 먼저 보려 하는 Доңсу. Ең жақын досым болған. Хатты қайтар. Дәл сол себепті. Хатты басшыға бірінші көрсетем. 보셔야지. 안 그래? Түсінікті ме? Келеу бер дедім. Хоган аға. Маңдайындағы. Ол... Доңсу. Бүгін қалай? Доңсу. 나는 Конфуций жолын таңдаған шәкірт ретінде. Соңына дейін Меңша кітабын қорғап қалуға тырыстым. Бірақ енді маңдайыма басылған мына таңбадан кейін 새긴 채 шәкірті болып жүре алмаймын. 살아갈 용기까지 Жігерсіздігім үшін кешірім сұраймын. Бастаған істі 나를 аяқтаңдар. 까지 우리 뜻을 지켜주시게. Нағыз азамат екен. Біздің атымызды жазып қойыпты. Енді не болады? Аттарың тұрған жерге басқа жазу жазып қоярсыз. Есі ауысып не жазарын білмеген деп ойлап қалар. Тағы да 꽉 막힌 유자 жұмыс тауып бергеніме? 문제를 일으키지. Чаңсоң аға. Мектептен кеткен еді. Сен бе? Жаңсоң аға. Доңсу, өзіңе қол салғаның қалай? Неге бұлай істедің? Неге? Бұлай істегенің не? 결국 Мен 난 ақыр соңында жеңілдім. Өрте.
Өрте дедім. Өрте! Мен өз қолыммен Мыңжа кітабын өртедім. Доңсудың орнында мен болуым керек еді. Бірақ мен маңдайыма жазылар таңбаға шыдай алмадым. Жоқ. Қателестіңіздер. Екеуіңіз де қателік жібердіңіздер. Маңдайға таңба жазылса да, өмір сүру керек еді. Мыңжа кітабын өртесеңіз де, мектепте қалу керек еді. Қателікті басқа біреу жасаса да, неге жазасын сіздер тарттыңыздар? Неге мұндай әділетсіздікке жол бердіңіздер? Не үшін? Қане жауап беріңіз. Не үшін бұлай істедіңіздер? Бұлай істеуге болмайды ғой. Әділетсіздік емес пе? Оңбағандар, ұятсыздар. Бұл адамға 10 рет пышақ салып өлтіргеннен де жаман ғой. Біреуге қалаған ілімнен бас тартқызды, ал біреуге маңдайына таңба салып өмір сүр деді. Бұның бәрін ұйымдастырған кел екен анық. Оларды кешіруге болмайды. Баңуан, енді барынша абай болуымыз керек. Өзіміздің шамамыз жетпейді. Хогаң! Хогаң! Не болды? Хоңстас қайтып келді. Хоңстас айдаудан аман есен оралды. Не дейсің? Хогаң мырза келді ме? Сонгюнгуан мектебіне қайтып келді. Ұстаз! Хогаң, сен бе? Аман есен қайтып келгеніңізді көріп, қатты қуанып тұрмыз. Сізді тұтқын қалған күні мектепке келген оқушы. Сол айтып кеткен сөздеріңізді күнде қайталап отырады. Бұл бала сіздің келуіңізді асыға күткен. Шынымен де солай болғаны ма? Кінәларын айқындайтын айғақта бар. Міндетті түрде жазаларын тартқызу керек. Иә, мұндай қара ниетті оқушылар біздің мектебімізге керек емес қой. Дұрыс айтасың. Қара ниетті. Қара ниетті. Қылмыстарын жариялайтын мына жазбаны ертеңде бастаймыз. Сонгюнгуан мектебінің іштегі және сырттағы барлық шәкірттеріне хабар таратыңдар. Біреуі де қалмай. Бәрі жиналсын. Бүгін түнде бәріне хабарлауға тырыссам, мырза. Бізді уайымдамасаң болады. Ұстазымыз да қайтып келер. Сол мүмкіндікті пайдаланып, күш жинауымыз керек. Тек тезетіңдер. Жарайды, абай болыңдар. Иә. Кеттік. Ал кеттік. Өз қолыммен Мыңжа кітабын өртедім. Бұлар қалай? Мыналардың жазаларын беру керек қой. Бұл істегендері қалай? Бұны қалай түсінуге болады? Бұлар қалай? Әлгі Баңуан неге көрінбейді? Қазір келіп қалар. Мырза, Сонгюнгуанға бармайсыз ба? Кітап өртейсің бе?
Әлде таңба салдырасың ба? Мырза, кеше түнде бірдеңе болды ма? Кеше біреуге қалаған ілімнен бас тартқызды. 살아가라. Ал біреуге маңдайына 새겨줄 테니 таңба салып 평생 өмір сүр деді. Мырза, не болғанын айтсаңшы. Кеше түнде бір жағдай болды ғой, иә? Еңгеу, Иә. ер адам Иә, ары қарай айтыңыз. Не болды? ер адам масқаралыққа тап болса, қалай өмір сүреді? Не дейсің? Мені кешіріңіз, мырза. Өтінем. Мырза. 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 Тағы да не болып қалды екен? Қалай білсем болады? Менің ұлымның бұл іске ешбір қатысы жоқтығына күмәнім жоқ. Мына жазуда шәкірттердің бәрі көрді. Бұл қауесет барлық аймаққа тарап кетті. Тез арада кінәлі адамды таппасақ, жағдай ушығып кетеді. Сонда, менің ұлымды тергемекшісіздер ме? Бұның не? Тарт қолыңды. Тарт дедім саған. Келтемей, орның отыр. Хоң мырза, тергеуді сізге тапсырам. Сізге тапсырғаным шәкірттердің де көңілінен шығар. Не дейсіз? Бұған тапсырам деп тұрғаныңыз қалай? Яттан жұрдай болыпты. Бас уәзірге қызмет етем деп шектен шығып кеткені рас. Қылыштасудың шебер деген рас па? Мұндай адам Хоңрюнды қалай жеңген? Не? Жеңгенімде күмәнің бар ма? Не болды? Әлде саған дәлелдеп берейін бе? Сені ең мықты күзетшілердің бірі деп естідім. Солай ма? Мұна көзқарасты қара. Мұна біреу қылышты қалай қолына ұстайды екен. Мен бұны жеңем. Күмәнім жоқ деп ойлап тұрғаныңды білем. Дәл солай ойлаған адамдар өте көп. Бірақ солардың бәрі қазір бақилық болғанын саған айта кетейін. Абайлап жүр. Өз-өзіңе қамқор бол. Жарай ма? Шеберлігіңді дәл қазір көрсет. Сен де жаман емессің. Бұл жазуды мен ілдім. Жазғанымның бәрі шындық. Бұдан артық жасырудың қажет жоқ деп ойладым. Бірге білім алып жүрген бізге қалайша жала жауып тұрсың? Осының артында Келию тұр деген айғағың бар ма? Иә, айғағым бар. Каң Чансон, бергел. Саған Мыңжа кітабын өртеткізген осылар ма?
Маңдайыңа таңба салып береміз деп қорқытты ма? Шындықты айт. Сені қорқытты ма жоқ па? Осы мектептің сыртында кездестік пе? Қане, қорықпай шындықты айта бер. Кітапты өртеткендері рас па? Мен кітапты өртеген жоқпын. Не дейді? Мен мектептен сырқаттанып шығып кеттім. Ем алуым керек болды. Хогаң неге бұлай айтып тұрғанын түсінбей тұрмын. Рас айтам. Айтқаныңның бәрі рас па? Иә. Ей, Каңчансон, Досына жалған жала жапқан үшін Хоганға 10 рет дүре соғып, жазасын беріңдер. Енді кәрі бұл қайталанбасын. Чаңсон, не себепті алған бетінен айнып қалды? Өтірік айтуының себебі бар. Олардың қорқытқандары анық. Солай шығар. Олай емес. Меңжа кітабын өртегенін кім көпшіліктің алдында мойындасын? Тіпті бізге айтқан үшін өкініп жүрген шығар. Соның бәрін сен қайдан білесің? Өз басымнан өткендіктен. Сені ме? Бекионға қарсы шығуға шамам жетеді деп ойлайсың ба? Бекион, әлгі оңбаған Хошонның ұлын жақтап, менің ұлыма кінә тағып тұрғанына қалайша қарап тұрам. Мырза, бұныңыз қалай? Ұлым сізге көмектесем деп қанша қиналғанын білесіз бе? Ал енді ұлымның басына іс түскенде үндеме деп отырсыз. Сонда не істейсің? Қанша тырыссаң да, Бекионды сен жеңе алмайсың. Бекион басқалардың жерін тартып алғаннан басқа не істей алады? Мырза, Хошонды көндіріп беріп, жерін маған беріңізші. Сен де қоймайды екенсің. Егер тағы да Бекионға қарсы шығар болса, сені өз қолыммен өлтірем. Сүріңдер! Сүріңдер! Не істесем екен? Олардың бәрін өлтіріп тастасам бекен? Не істесем екен? Мырза, сізге қонақ келіп тұр. Мырза! Не болды? Сендерді келтемей жіберді ме? Енді мені күзетпен қорқытайын дегені ме? Мен бәрібір қорықпайым. Мырза, тыңдаңыз. Кешетті, сол жөнінде сұрастыруға келдік. Қылмыс дейсің бе? Сон Гюнгуан шәкірті. Хогаң, сіздің ұлыңыз ба? Не болып қалды? Мен Хогаң болам. Не айтып тұрсыздар? Ұлымның қылмысқа қатысы бар дегеніңіз бе? Кешетінде ағайындыларын біреу өлтіріп кеткен. Мәйіттердің жанынан мынау табылды. Не істеп тұрсыңдар? Тұтқындаңдар. Құп! Жоқ, әке. Мен емес. Мырза! Әке, мен емеспін. Мен кінәлі емеспін. Келтемей. Сені ме? Сонда бұл қалай болғаны? Кешетінде бәріміз бірге болдық емес пе? Мен куәмін. Мен куәгерміз деп бәрін айттым. Енді неге босатпай жатыр? Ең жақын достарым болған соң.
өтірік деп ойлағаны ғой. Бәріміз бір ауыздан келісіп алдық деп ойлады. Бірақ әлгі белбеу қалайша құлап қалған? Бұл қалай болғаны? Иә, сен алар емеспін. Бұл мүмкін емес. Бұл ақылға қонбайды. Оған біреуді өлтірді деп айыптағандары ақылға қонбайды. Мен де сені алар емеспін. Тәңірден қорықпайсың ба, келтеми? Тәңірге сыйынып ұлымды құтқарсын деп тіле. Болмаса тағы да бір әдіс бар. Бұл не екенін білесіңдер ме? Міне, алыңдар. Пьонтек жерінің тең жартысы. Алыңдар. 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 Мырза, бұның салдары қалай боларын ойламайсыз ба? Ойламаймын. Мен қанша ақымақ немқұрайлы болсам да, маған бәрі жарасады. Сіз жарадыңыз. Бұл қалайша ойыңызға келді? Ұстаз, үйде ме екен? Ибанған шәкірті болам. Қоң ұстаз үйде ме екен? Иә, ұстаз Хуасадан сарайына кеткен. Хуасадан дейсіз бе? Ол қай жер екен? Бұл жерге бірінші рет келіп тұрсыз ба? Мұндай жерге келіп, үйренбеген шығарсыз. Хоңиңбан мырза, уақыт өте келе үйренермін. Иә, әрине. Енді сізді жиі шақыртатын болам. Сіздің алдыңызда қарыздармын. Қожаны қанша қорқытсан да көнбейді. Ал ұлын айтып едік, бірден келсе кетті. Енді сіздің уәде орындайтын кезегіңіз келді. Әрине, орындаймын. Күнін белгілесеңіз болғаны. Неке қию рәсімін өткіземіз. Құда. Жарайды. Сіз ағайындыларды өзіңіз өлтірмеген шығарсыз. Солай ма? Уайымдамаңыз. Жендет жалдадым. Дұрыс дедіңіз. Жарайсыз. Неткен ақылды адам едіңіз. Құда, неткен ақылды. Хуасадан сарайы осында ма? Құда. 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 Енді жиі кездесіп тұрайық. Соңғы кездері жалғыз сұрап жүрмін. Жақсы, жарайды. Әлгі Пекин қазір менен теріс айналып жүр. Мені төмендетіп мазақтаудың кез келген мүмкіндігін пайдаланады. Бұл жолы да ешбір көмегін тигізген емес. Мүлдем. Сіздің айтқан ақылыңыздың арқасында Хожонды көндіріп, Пьонтек жерін өзіме алдым. Құда. Корю елінің қоштасу шебері Келтеми боласыз ба? Иә. Батыр Келтеми мен болам. Не болды?
Mына адамды көрген жоқсыз ба? 타셨어. Жоқ, мен қайдан білейін. 알아. Осы адамды іздеп алыстан келіп тұрмын. 먼 길을 Анықтап 왔으니 қараңыз. 자세히 좀 өтінемін сізден. 봐주시오. 뭐야? Не? Артур дейм. Сен кімсің өзі? Батыр атағына татымайсың. Мына қылыш ұстағаның елдің нағыз батыр атағына лайықты емес. Не? 자, 이 Қылыш тасуың әлсіз, ойың басқа жерде. Мұның жарамайды. 찡란 좀 Түсіндің бе? Мына қарт. Кім өзі? Сен түнде мұнда не істеп тұрсың? Менің Хуасадан сарайының алдында естігенім шындық па? Айтыңызшы. Не естідің? Бәрін қате естідім деп ойласам екен. Жоқ, қателескен жоқсың. Бәрі шындық. Әлгі зұлым адаммен қалайша одақтас болдыңыз? Мұныңыз не, мырза? Зұлымдық деген не екен? Жақсылық деген адам қандай екен? Соны айтшы маған. Сонгюнгуан мектебіне келген күні сізден естіген сөздерім қазіргі шындыққа жанаспайды. Жоқ. Бұлай болуы мүмкін емес. Мырза, Стас! 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 Қара ниетті және жақсы ниетті адам деген қандай екен? Жамандық жасаған адам қара ниетті ме? Әлде жамандыққа жамандықпен жауап берген адам қара ниетті ме? Менен бір қателік кетті. Сіздер, қателік кетті. Өтінем, құтқара көріңіз. Бұның бәрін жоң моңшудың тапсыруымен істедім. Ұшып көрмей. Тауықсың ба әлде құссың ба біле алмайсың. Мен де сол кезде кім екенімді анық білмедім. Зұлымдық пен жақсылықтың мағынасын енді ғана түсіндім. мен қазір анық білмейтін шығармын. Бірақ дәл қазір маған қажеті әділеттілік. Сөз шеберлігің таң қалдырады. Хоган, Ұлым, жағдайың жақсы ма? Иә, жақсы. Алдымен сені емдеп алу керек. Қане. не дейсің? Не айтып отырсың? Ақшасын келіскенімізде төлеуіңіз керек. Өлтірмесем де, өз өмірімді тәуекел етіп барғаным рас қой. Ал енді төлеңіз. Сонда олар да сен өлтірген жоқсың ба? Үйге кіріп барғанымда екеуі өліп жатты. Бұйырғаныңыздай белбеуді қолына ұстатып кеттім. Сонда бұл қалай болғаны? Кімнің істегені? 홍인방. 홍인방. 홍인방.
Мырза, маған бәрін айтып беріңіз. Мен сіздің амандығыңыз үшін жауап беремін. Сені бір күні сындырам. Мырза, маған дәл қазір айтып беріңіз. Кеше түнде не болды? Ештеңе болған жоқ. Қалайша ештеңе болған жоқ. Кеше үйге киіміңіздің бәрі қан болып келді. Өңдеу, Иә, жақсылық пен әділеттіліктің айырмашылығы қандай? Соны айтшы. Мен жақсылық жасамасам да әділетті болар едім. Ал онда жақсылық пен әділеттіліктің айырмашылығы қандай? Қане айтшы. Жақсылық зұлымдықты кешірсе де, әділеттілік кешірмесе де, қылмыс үшін жаза тартқызар еді. Айырмашылығы осындай деп ойлаймын. Сонда әлгі бала Әділдік деген не? Зұлымдық деген не? не? Мен ондайды қайдан білейін? Не деп кеттіңіз? Кеше қансырап келгеніңіз не? Ол менің қаным емес. Енді кімнің қаны? Мырза, мырза! Ай, бір. Бұл қалай болғаны? Сонда 처음인데? Бірінші рет. Жоқ, бұл тек бастамасы. Үшінші бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударып дыбыстаған Астана телеарнасы. 2021 жыл.